Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін мен сіздерге Bamboozle платформасын ұсынатын боламын. Бұл платформада оқушылар топпен жұмыс жасап, сұрақтарға жауап беру арқылы ұпай жинайтын болады. Ол үшін ең алдымен поискқа Bamboozle деп жазамыз. Мінекей, ең бірінші шыққан сілтеме. Осы сілтемені басатын боламыз. Мына жақта перевести батырмасын басып, орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Алдын ала тіркелу қажет. Мен алдын ала тіркелгенмін, сол себепті Sync in, яғни войти батырмасын басып, логин пароль арқылы кіретін боламын. Мінекей, осы жерде астыңғы жағында көріп тұрсаңыздар, плюс батырмасы бар. Плюс игра деген батырманы басамыз. Және осы жерде тапсырманы қазір құрастыратын боламыз. Бұл жерде сабақта командалық ойын ұйымдастыруға арналған ыңғайлы онлайн құрал болғандықтан командалық тапсырма орындайтын боламыз. Название деген жерге, мысалы, пәнімізді жазамыз. Математика пәні. Математика. Описание деген жеріне, мысалы, көбейтуге арналған, көбейтуге байланысты есептер. Қазақ тілін таңдайсыздар. Мына жерге ештеңе жазбасаңыздар болады. Және создать игру деген батырманы басамыз. Енді осы жерде сұрақтарымызды құрастыратын боламыз. Мысалы, 5 көбейтілген 8 тең, жанына жауабын жазамыз. Және мына жерде осы тапсырмаға неше балл бересіздер? Мысалы, мен 5 баллды беремін. Осы жерде ұпайлар санын таңдап аласыздар. Әрі қарай Save деген батырманы басамыз. Келесі сұрағымызды жазамыз. Мысалы, 4 көбейтілген 2 тең, жауабын қасына жазамыз. 8. Мына жерде ұпай санын тағы да белгілейміз. Save батырмасын басамыз. Қазір 3 сұрақ құрастырып көрейік. 7 көбейтілген 3 тең 21. Мінекей 5 ұпай, және тағы да сақтаймыз. Мінекей болды. Енді сол жағы үстінде My Library деген батырманы басамыз. Games дегенді басамыз. Осы жерде біздің құрастырған тапсырмамыз шығады. Қазір осыны ойнап көрейік. Мына жерде Play деген батырма тұр, қызыл. Осыны басамыз. Және бұл жерде кейбір функциялар бізге жабық. Мынау ең бірінші функция ғана бізге ашылып тұр, соны басамыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, топқа бөлу, мысалы, мен 2 топқа бөліп орындатамын. Осы жерден өздеріңіз таңдап аласыздар. Және мына жерде Quiz деген батырманы басамыз. Осы жерден, мысалы, таңдаймыз. 4 көбейтілген 2. Бұл жерде оқушы өз жауабын айтатын болады. Және айтып болғаннан кейін чек деген батырманы басамыз. Жауабы сәйкес келсе, окей батырмасын басамыз. Егер бұрыс болса, упс деген батырманы басамыз. Осылай командалық ойынды ұйымдастырып, тапсырмаларды орындасаңыздар болады. Орындауға өте ыңғайлы. Назарларыңызға көп рахмет.